Демалыс күнге қарамастан Пушкин атындағы нөмірі 1 мектеп гимназиясының іші ығы-жығы адам. Дауыс беруге келген азаматтар өз таңдауын жасауға асықты. Нөмірі 83-ші сайлау учаскесіне дауыс беруге 1564 адам тіркелген, ал оның 25-і үй жағдайында саяси науқанға қатысуға өтініш білдірген. Біз 5-ші облыстық округке және 11-ші қалалық округның құрамына кіреміз. Өте жақсы, қарқынды өтіп жатыр. Сайлаушылардың белсенділігі өте жақсы. Сағат 12-ке шейін біз үйде сырқаттанып жатқандықтан немесе ауырып жатқан адамға қарап жатқан жанындағы адамның арызының негізінде арыздар қабылдап 12-ден кейін шығамыз. Азаматтық парызын орындап ел болашағына алаңдағандар арасында жастармен қатар 80-нің сеңгірінен асқан қазыналы қарттар да бар. Барлығы да белсенділік танытып, атсалысып жатыр. Себебі қала тұрғындары еліміздің дамып, шаһарымыздың одан әрі өркендеуіне осылайша өз үлестерін қоспақ. Біздің Шымкент қаласының өсіп өркендеуіне, біздің Шымкент қаласының өнерінің, экономикасының өсуінің бәріне үлес қосатын азаматтарға үлес қосып отырмыз. Негізгі мақсат Шымкент қаласына үлес қосатын депутаттарға жәрдем көмек көрсететін азаматтарға. Менің ойымша бұл дауыс беру әр адамның міндеті, себебі осы дауыс сайлау арқылы біздің еліміздің болашағы шешіледі. Мен өз шешімім арқылы осы біздің қаламыздың көркеюіне атсалысатын адам сайланады деп сенемін. Еліміз бойынша 9.800.000-ға жуық адам өз таңдауын жасауға құқылы. Оның 1.317.000-ға жуығын оңтүстік өңірі құрайды. Дауыс беру таңғы сағат 7-ден басталып, кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Таңшолпан Шамбай, Александр Деймин, Сәкен Серқұл, ТВК телеарнасы.